Саламатсыздар ма? Бүгінгі өтетін видео лекцияның тақырыбы пән мен тілді кіріктіріп оқыту әдісі негізінде сабақ процесінің ерекшеліктері. Мен өзім Маңғыстау облысы бойынша педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институтында қызмет атқарамын. Аты жөнім Демеуова Айгүл Амангелдіқызы. Мұғалімдердің кәсіби дамуын психологиялық педагогик қолдау кафедра меңгерушісі, философия ғылымдарының докторы, профессор болып қызмет атқарамын. Енді лекциямызға кірісейік. Бүгінгі қазақстандық білім беру жүйесі өзінің жаңарту бағытында сәйкес оқу тәрбие процесін ұйымдастыруда отандық және халықаралық іс-тәжірибелерді пайдаланып, педагогтарды жаңашылдыққа негізделген шығармашылық ізденістерге, білім берудің бағдарын өз бетінше таңдауына мол мүмкіндік беріп отыр. Бүгінгі күн адамның білім алуға сұранысы білетін адамнан шығармашылық тұрғыда ойлайтын әрекет етуге, өздігінен жетілуге қабілетті адам үлгісіне ауысып отыр. Жаңарудың басты мақсаты үйлесімді дамыған 21 ғасырда сәтті өмір сүру үшін қажетті дағдылары қалыптасқан азамат тұлғасы. Білім беру мазмұнын жаңарту аясында пәндерді екінші және үшінші тіл арқылы оқытуда мұғалімдер КЛИЛ әдісін кеңінен қолдануда. КЛИЛ, яғни пән мен тілді кіріктіріп оқыту әдісі, бұл әдісі Европалық комиссия 2004-2006 жылдарға арналған Европада көп тілді білімді дамыту іс-қимылдар шеңберінде ұсынған. Аталмыш әдіс үздіксіз өзгеріс үстіндегі жаһандану заманында мектеп түлектерінің бәсекеге қабілеттіліктерінің бір белгісі болып табылатын тілдерді және басқа тілдерде пәндерді игеруді жүзеге асыру үшін әзірлеген. Жалпы КЛИЛ әдісінің 5 аспектісі және оны іске асыру әдістері мыналар болып табылады. Бірінші, мәдениет аспектісі. Бұнда басқа елдердің мәдениетін түсіну және зерттеу, мәдениетаралық байланыстарын дамыту, көрші ұлттар мен аудандардың, елдердің ерекшеліктерін зерттеу, мәдени байланыс түсініктерін кеңейту. Әлеуметтік аспектіге халықаралық үлгідегі сертификат алу үшін емтихан тапсыру мүмкіндігі, мектеп бағдарламасы аясында білім деңгейін көтеру. Ал тілдік аспект бұл тілдік құзыреттіліктің жалпы деңгейін көтеру, коммуникативті дағдыларды дамыту, ағылшын тілін немесе шет тілін негізгі тіл секілді терең түсіну және ағылшын тілін немесе шет тілін қолданбалы мақсаттарға игеру. Ал мына төртінші аспект бойынша, яғни пәнді жан-жақты зерттеу мүмкіндігі, ағылшын тілі немесе шет тіл арқылы арнайы пәндік терминологияға қол жеткізу, оқу жалғастырымына немесе жұмысқа дайындық. Ал осы 5-ші аспект, бұл оқыту аспектісі. Бұл әртүрлі оқыту стратегияларын қолдану мүмкіндігі, сынып жұмыстарының әртүрлі әдісі мен формаларын қолдану, оқушылардың мотивациясын көтеру. Енді 3 тілде оқытылатын әдіс тәсілдер не жатады? Бірінші, пән мен тілді кіріктіріп оқыту. Оны халықаралық атауы КЛИЛ, яғни Content and Language Integrated Learning. Келесі бұл командалық оқыту және тілдік ортаға ену. Командалық оқыту бұл екі мұғалімнің пәнді бірінші қазақ немесе орыс тілі және ағылшын тілінде оқыту. Сабақты бірігіп жоспарлау және өткізу, үлгерімі төмен оқушыларды қолдау. Халықаралық практика КЛИЛ әдісін орынды пайдаланған жағдайда жақсы нәтиже беретін көрсеткен. Өйткені пән мазмұны мен тілді оқыту өзара тең байланыста болады. Екеуі де ойлау қабілеті мен оқуды жақсарту үшін маңызды. Мағыналық мазмұнды талқылау мақсатымен басқалармен өзара әрекеттесу үшін тілді пайдалана отырып, адамдар өздерінің ойлау қабілетін жақсартады. Бұл өз кезегінде олардың оқу қабілетін жақсартуына септігін тигізуі мүмкін. Осылайша бала біріншіден математика, тарих немесе химия сияқты пәндік салаларға тән академиялық тіл, оған тән терминология мен грамматикалық ережелерді игереді. Екіншіден, екінші немесе үшінші тілді
тиісті мына контекстіде кәдімгі өмірдегідей тікелей араласу үшін пайдалануға үйренеді. Мына кіріктірілген білім беру бағдарламалардың маңызды ерекшелігі бұл құжаттар құрылымы және мазмұны жағынан орта білімге арналған үздік шетелде curriculumдарға, немесе оны CV латын тілінен аударғанда өмір жолы деп білдіреді, CV, сол CV-лерге сәйкес келеді. Бұл ретте бағдарламалардың құрамына мерзімді жоспарлардың кіретін айта кеткен жөн. Осы құжаттардың типологиясы, өзара бағыныстылығы мен мән мағынасы осы слайдта, келесі слайд, осы слайдта көрсетілген. Яғни бұл ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарларды былайша түсіндіруге болады. Ұзақ мерзімді жоспар бұл оқу бағдарламасының жалғасы, онда пәндік мазмұны нақтыланады. Орта мерзімді жоспар бұл ұзақ мерзімді жоспармен қалай жұмыс істейтін егжей-тегжей сипаттайды. Оқу материалын сынып ішінде және сыныптар арасында байланыстырып көрсететін жұмыс сызбасы. Ал қысқа мерзімді жоспар бұл жеке сабақ үлгісі болып саналады. Орта мерзімді жоспарлау немесе мына тізбектелген сабақтар топтамасын жоспарлаудың мақсаты біріншіден бұл жұмыс кезеңдерінің дәйекті тізбектеліп ұйымдастырылуы, әрбір сабақ үшін оқу мақсаттарын белгілеу, оқу нәтижелерін өлшеу әдістемесін анықтау, осы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында жоспарланған оқыту мен оқу жаттығуларын көрсету, оқытудың әрбір кезеңінің басынан бастап соңына дейін алға ілгерілеудің болуын қамтамасыз ету және барлық оқушыларды қамтуға бағытталған стратегиялық жоспарлау. Кіріктірілген білім беру бағдарламаларына жаңа құрылым тән. Оған мазмұны осы заманғы білім философиясына сай 10 тарау кіреді. Пәннің маңызы, пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаттары, үштұғырлы саясатты жүзеге асыру, пән бойынша ұйымдастыру талаптарын сипаттау, педагогикалық тәсілдер, пәнде мәдениет пен көзқарастың алуан түрлігіне құрмет қалыптастыру, пән бойынша ақпараттық, коммуникативтік технологияларды қолдану құзыреттілігі, пәндер коммуникативтік дағдыларды дамытады, пән бойынша бағалау тәсілдері, бағдарлама мазмұны ұйымдастырылуы және бір ізділігі. Енді бағдарламалар мен оқу жоспарларының ұтымды тұстары қандай? Мазмұнды іріктеудің спиральдық, яғни шиыршық принципінде, оқыту мақсаттарының иерархиясы мен маңызды пәндік операциялар негізіндегі жіктелісі, оқыту мақсаттарын егжей-тегжейлі жоспарлау, сынып ішінде пән курсы бойынша, пәндер арасындағы мазмұндас тақырыптар, яғни өтпелі тақырыптар, күтілетін нәтиже және мұғалімнің академиялық еркіндігінің ұтымды үйлесімі. Пән тараулары мен тақырыптарын заман ағымына сәйкестігі, әлеуметтену дағдыларын қалыптастыруға басымды. КЛИЛ-дің оқушыларға беретін мүмкіндігі бұл тілді тек тіл ретінде ғана емес, таным құралы ретінде қолдану. Сын тұрғысынан ойлау, тілдерді жоғары деңгейде меңгеру және қызметтің барлық салаларында қолдана білу, өз мәдениетін бағалау, басқа да мәдениеттерді түсініп құрметтеу, азаматтық жауапкершілік, функционалдық сауаттылық, өмір бойы білім алу. КЛИЛ әдісінің 4 қағидасы. Бұл біріншіден мазмұн, коммуникация, мәдениет және таным. Сабақта мұғалім оқушылардың алдыңғы білімдерін жандандыру, қарапайым тілде сөйлеу, оқушылардың сабақта сөйлеуіне мүмкіндік беру, ойлануға уақыт беру, мәтінмен жұмыс, яғни деңгейіне қарай, оқушылардың үйрену деңгейін төмендету керек. Тілді тіректерге тірек сызбалар, түсініксіз сөйлемдер мен сөз тіркестерін қайталау, оқушы бірінші тілде сөйлесе, оған екінші, үшінші тілде жауап беру,
оқушыны екінші, үшінші тілді қолдануға ынталандыру, тілдерді үйрену үшін қолайлы білім ортасын құру, үш тілдік дағдыны дамыту, лоц және хоц, топта жұпта жұмыс жасау. Енді мына жаңағы өзімнің лекциямды аяқтай келе, мына оқушылардың үлгерімі мен жақсы тіл, атап айтқанда мына академиялық тіл білімнің арасында берік байланыс болуына назар аударғым келеді. Пән мен мұғалімдерді тілді оқытуды жүйелі түрде қолдайтын мектептерде тілді оқытылатын пәндер, мысалы математика және физика пәндерін жоғары деңгейде игеруді қосса, оқушыларда ынта мен оқытудың артқан деңгейі байқалады. Үш тілді білім беру тұрғысында бірінші тілде оқытуға бөлінген уақыт тиімді әрі нәтижелі пайдаланатындықтан осыған сенімді болу үшін бірінші мына академиялық тілді дамыту жүйелі көңіл бөлуді қажет етіп отыр. Мына академиялық тілді пән мұғалімі оқытуы тиіс академиялықты. Тіл маманы мұғалім, онда қосалқы рөл атқарады. Алайда пән мұғалімдері оқушыларға өз пәнінің академиялық тілінің деңгейін оқытып дамытуға көмектесуге жауап береді. Сонда академиялық тіл бұл математика, тарих немесе физика сияқты пәндік салаларға тән тіл. Ол пән бойынша арнайы терминология мен грамматикалық ережелерді немесе тілді белгілі бір пәндік салада пайдаланудың келісілген жолдарын қамтиды. Пән бойынша арнайы терминология көбінесе күрделі болып келеді. Бұл термин бірнеше басқа терминдермен байланыстырылуы да мүмкін. Оқушы осы терминді түсіну үшін оған кейбір басқа терминдерді біліп түсіну қажет. Яғни академиялық тіл көптеген пән салаларына ортақ болып табылатын нақты функцияларды орындауға қажетті тілді қамтиды. Бұл функцияларға талдау, салыстыру, жіктеу, себеп салдарды түсіндіру, бағалау, гипотеза құру, зерттеуді бірлесіп жүргізу, пайымдау, сендіру, есеп шығару және синтез жасауы мүмкін. Енді өзіміздің мына әдістемелік ұсыныс ретінде айтарымыз, әр сабақты қағидатына сәйкес жоспарлау керек. Пән мазмұны, яғни оқушылары бар білімін және өткен сабақты ескере отырып жаңа білімді меңгеру. Ал мына коммуникативті дағдыға бұл интерактивтілік, өзара қатынас, тілді үйрену мен қолданудағы ілгерілеушілік. Келесі бұл когнитивті дағды оқытуды жоспарлау, талқылау, бағалау, тілді сараптама жасау үшін қолдану, ары қарай білім алуды жоспарлау. Ал мәдениет болатын болса, бұл ана тілі мен мәдениетін қолдау, бірегейлік, басқа мәдениеттерге құрмет, көп мәдениеттілікке тәрбиелеу. Енді екінші біздің әдістемелік ұсынысымыз ретінде әр сабақтың анық қалыптасқан мақсаты, оқыту қорытындысы, бағалаудың әдісі мен критерийлері және рефлексия болуы тиіс. Ал үшінші әдістемелік ұсыныс бұл оқытушы үнемі мына клил кіріктіріле оқыту әдістемесі бойынша бағалау парағы негізінде сабағына өзіндік талдау жүргізу керек. Сонымен үш тілде білім берудің тиімділігі бұл халықаралық зерттеулер үш тілде жүргізілетін оқу бағдарламалары бойынша білім алатын оқушылар жұмысқа ұқыпты, мотивациялары жоғары, бірнеше тілді меңгерген, осындай артықшылықтарын түсінеді. Реформаны жүзеге асыру әрбір ұстаздың бұл басты міндеті болып отыр. Сондай міндеттердің бірі ретінде бұл командалық оқыту әдістемесі негізінде кіріктірілген білім беру бағдарламасының үш тілдік саясатын, мақсатын жүзеге асыру. Рахмет.